Және Наби саллаллаху алейхи ва саллям Саад ибн Аби Ваққас радияллаху анхунун хадисиде, бұл хадисте Сахih Муслимде айтады, кім азан айтушының азан айтушының сөзін айтқан естігеннен кейін ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху радиту биллахи та'ала рабба ва бил ислами дина ва Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям расула десе, осы үш сөзді өз ішіне алған мағананы айтатын болса, ғуфира лаху ма тақаддама мин замби, ғуфира лаху замбуху, осы менен оның күнәсі кешіріледі. 5 уақыт азанда 5 рет осы сөзді айту менен Аллах субханаху ва тааланың әміріне разы болып, дінін танып, пайғамбар алейхиссалату вассаламды пайғамбар екенін мойындап тұратын болса, және соған өмір құрылатын болса, оның күнәсі кешіріледі сөзсіз.